Bunu? Ha. İyi bak. Bismillahirrahmanirrahim. No. Қазақтың ұлттық тағамы. Наурыз айында біз наурыз көже істейміз. Наурыз көже істерден алдын бірінші мына қазымның басын тігіп алдым, кесілген басын. Bismillahirrahmanirrahim. Берекесін берсін. Еліміз, заманымыз тыныш болсын, отбасымыз аман болсын. Әр жылғы наурыз айына ойнап күліп жете берейік. Бірінші суымызды құйып, етімізді, қазымызды, сүйек, құйрық май қайнатып аламыз. Қайнағанша қақпағын жауып аламыз. Қайнаған кейін отын пәсейтіп, жай отта қайнатамыз. Бір қайнап шыққаннан кейін көбігін алып, кейін дәнді дақылдарымызды саламыз. Наурыз көжеміздің сорпасы қайнап шықты. Енді жайлап көбігін аламыз. Наурыз көжені далада қазан ошақта істеген дәмді болады. Өзім қолмен жасап, балдарыма көрсетіп, қалай жасалынатын наурыз көжені немерелеріме ішкізем қазір, Құда қаласа, наурыз көже. Бүгін ауа райы бір әдемі болып тұр. Қасымда жолдасым отымды жағып, мына көбігімізді бұрын өзіміздің ата-бабаларымыздан көрген үрбі әдісіміз, мынандай көбікті әруақтарға атап, жанып атқан отқа тастайды. Осы үйден дәметкен әруақтарға бағыштадым деп. Осылай сапырып, тамағымыз қашан дайын болғанша арасында осылай көп сапыруымыз керек. Көжемізге сәл мына еттерімізге тұздың дәмі кірсін деп азырақ тұз сеуіп қоямыз. Кейін көжеміз пісер кезде тағы да көреміз дәмін. Қазір азырақ тұз сеуіп қойдым мына етімізге дәм кіру үшін. Бірінші бидайдан бастадым. Ас атасы бидай, дәнді дақылымыз. Бұның пісуі сәл көбірек қайнау керек. Сол үшін бірінші бидайдан бастадым. Біздің жеп отқан нанымыз осы бидайдан жасалынады. Бірінші Bismillahirrahmanirrahim деп ең нан атасы бидай дәнді дақылынан бастадым. Кейін
Бұл ұзақ қайнау керек. Кемінде 2 сағат қайнау керек. Мына бидайымыз қайнап жатыр. Енді бір қайнағаннан кейін мына 7 түрлі дәнді дақылдарымызды бірінен соң бірін жайлап сала береміз. Ендігі кезекте мынау жүгерімізді саламыз. Бұл жүгеріміз ақуызға бай, құрамында белок бар. Бұны жылда біз өзіміздің есіктің алдындағы огородымызға егіп, жазда немерелеріміз үйге қыдырып келгенде қайнатып береміз. Пайдалы дақылдардың бірі жүгері де. Міне қазір енді жүгеріні саламыз. Бидайымыз бен жүгеріміз қайнап жатыр. Енді мына қызыл бұршағымызды саламыз. Бұл қызыл бұршақта да витаминдер өте көп. Әсіресе мынау анемиямен ауыратын әйелдер жүктілік кезінде салаттарға қосып жесе болады. Кішкентай балаларға да беру керек, салаттарға қосып әбден. Бұлардың бәрі жібітілген, таза жуылған. Енді наурыз көжемізге қосып жатырмыз. Витаминдерге бай дақылдар бұның бәрі. Наурыз көжеміз жаймен әдемі қайнап жатыр. Дәнді дақылдарды рет-ретмен салып жатырмын. Қайта-қайта осылай қозғап. Енді бізде мына ендігі дәнді дақылдың бір түрі лобия бізде. Лобияда бұл құрамында темір бар. Балдарға да жақсы. Екіқабат кезде жүкті әйелдерге де жеуге жақсы. Бұл барлық кезде деген өте пайдалы. Бұрын біздің анамыз маштаба деп, маштаба көп істейтін еді. Сол кезде осы лобияны қосып істейтін еді. Біз осы лобияны жаңағы маштабаның ішінен теріп отырып жеп өстік. Енді міне құда қаласа, міне бисмиллахи-рахмани-рахим. Енді лобиямызды салдық. Ой, мына наурыз көже, қазмен қайнап жатқан наурыз көже өте дәмді болады қазір. Міне наурыз көжеміз өте әдемі қайнап жатыр. Міне жай қатты қайнатуға болмайды. Баяу отпен қайнату керек. Енді мынау бізде дәнді дақылдардың бірі маш. Бұл маштың құрамында да белок бар, темір бар. Мынау кішкентай балаларға 1 жастан бастап осы маш ауқат, осындай лобия қосқан тамақтардан езілдіріп пісіріп беру керек. Ішектердің иммунитетін көтереді. Енді машты саламыз. Бұл маш ыстық болады. Адамның денесінде суық болса, бұл маштың кереметтілігі жаңағы осы маштың пайдасы мына жылқының етімен бірдей болады екен. Мына наурыз көжеміз өте баяу отта әдемі қайнап жатыр. Қозғап тұрамыз дақылдарымызды. Енді күрішімізді, мынау нанымыздың екінші атасы біздің күріш болады. Нан жоқ кезде де бұрын ата-бабаларымыз осындай күрішті талқан қып түйіп, бидай жасап, нан істеген болатын. Енді осы күрішімізді саламыз. Guruldayan. Наурыз көжеміз өте баяу отта әдемі қайнап жатыр.
Qozbaq turamız daqıldarımızды. Endi күрішімізді, мынау нанымыздың екінші атасы біздің күріш болады. Нан жоқ кезде де бұрын ата-бабаларымыз осындай күрішті талқан қылып түйіп, бидай жасап, нан істеген болатын. Енді осы күрішімізді саламыз. Bismillahirrahmanirrahim. Наурыз көжеміз әдемі қайнап жатыр. Ендігі ең соңғы дақылымыз, 7-ші дақылдардың түрі. Міне орысшасы чечевица, қазақшасы жасымық дейді. Бұның да құрамында белок, ақуыздарға бай, өте пайдалы дақылдардың бірі. Бұл да жаңағы сахармен ауыратын кісілерге, давлениемен ауыратын кісілерге өте диетический тамақтардың бірі. ПП-да жүрген кісілерге де осы дақылдардың бәрі пайдалы. Мен өзім отбасымда осы жасымық дақылын көп қолданамын. Немерелеріме де, отбасымызда балаларға да өте пайдалы. Құртты езіп, қазір біраз жібітіп алам. Кейін қолмен езіп, наурыз көжемізге құямыз қазір. Наурыз көжеміз де дайын болды. 3 сағат көлемінде қайнады. Барлық ішіндегі дәнді дақылдарымыздың бәрі пісті. Қазымыз пісті. Енді құда қаласа қазір құйып, енді кеселерге құйып тартамыз. Bismillahirrahmanirrahim. Бірінші етімізді сүзіп аламыз. Bismillahirrahmanirrahim. Құйрық майымызды аламыз қазір. Әр кесеге құйрық май саламыз. Қазы кесіп саламыз. Наурыз көжемізді құйып аламыз. Құртты әбден езіп алдық. Мына құртты суға жібітіп, әбден ағаш қасықтың көмегімен езіп алдым. Өзіміздің қолдың құрты. Енді наурыз көжемізге араластырамыз. Bismillahirrahmanirrahim. Енді бұның дәмі керемет болады. Қазір құрттың езбесін қосқаннан кейін бұның дәмі ерекше болады. Қазымыз ұлжа-мұлжа болып пісіпті.
Mine bizдің Navruz көжеміз дайын болды. Mine қазымыз, mine құйрығымыз, mine 7 түрлі дәмді дақылдарымыз. Өте керемет дәмді. Mine қалай Navruz көже қалай жасалынатынын көргілеріңіз келсе, біздің каналымызға тіркеліңіздер. Өте қарапайым тағамдармен жасалынған. Mine біздің Navruz көжеміз дайын болды. Mine қазымыз, mine құйрығымыз, mine 7 түрлі дәмді дақылдарымыз. Өте керемет дәмді. Mine қалай Navruz көже қалай жасалынатынын көргілеріңіз келсе, біздің каналымызға тіркеліңіздер. Өте қарапайым тағамдармен жасалынған.